Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған нан жасайтын боламыз. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Ең әуелі асқабағымызды турап аламыз. Бұл нанды сіздер де жасап көріңіздер. Үлкен кіші таңдамайды, барлығына бірдей ұнайды. Асқабағымызды турап болғаннан кейін пісіріп аламыз. Асқабақтарымыз пісті. Енді піскен асқабақтарымызды блендерда езіп аламыз. Асқабақтың пайдалы көкөніс екенін барлығымыз жақсы білеміз. Өте дәруменге бай. Енді қамырымызды жасаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Аздап тұз бен қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Үстінен жаңағы дайындап алған асқабағымызды саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Алдын ала онда електен өткізіп, массамызға қосамыз. Үстіне дрожж саламыз. Жақсылап қасықтың көмегімен қозғап аламыз. Одан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Жақсылап илеп алғаннан кейін ашытуға қоямыз. Міне жарты сағаттан кейін осылай әдемі болып ашып шықты. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін жайып аламыз. Онды себелей отыра дөңгелек етіп жаямыз. Қамырымыз қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Міне бауырсақ кескендей осылай барлығын кесіп шығамыз. Енді формамызға осылай орналастырамыз. Үстіне осылай видеодағыдай етіп қойып шығасыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай үстін басамыз, қатты баспаймыз. Және үстіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқамызды жағып қойдық. Үстіне күнжіт себеміз. Егер де сіздерде асқабақтың дәні болса, соны пайдалансаңыздар өте керемет болады. Міне біздің нанымыз пісіп шықты. Сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ, биік, әдемі болып пісіп шықты. Мына жерде ыстық болып тұр. Қараңыздар, қандай күшті, өте керемет. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де отбасыларыңызға жасап, қуантып қойыңыздар. Маған арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.